достар, бәріне сәлем. Қалдарыңыз қалай? Мен бір нәрсе естідім бүгін. Менің миыма бұл өте бір әсер қатты берді. Жалпы өмірде әртүрлі адамдар бар ғой. Және солардың ішінде жақын арада Марсқа барып, Марс планетасына барып, сол жақта қайта жерге келмей қалып кететін бір әйел табылыпты. Сондай проект жасағалы жатыр екен Америкада. Және ондай нәрсе қалай сіздердің миларыңызға бұл ой сыяды. Сіздерде де мүмкін ондай ой бар шығар. Бірақ егер әзілдемей шын айтатын болсақ, бұл өмірдегі миссиям бітті, енді басқа планетаға барып миссиямды орындаймын деген сынды ойларыңыз бар ма? Сол қызық болып тұр. Қазіргі қыркүйектің энергиялары адамдарға солай әсер беріп жатыр екен. Өз бұрын жасап жүрген нәрселеріңнен тыс басқа нәрсені жасап көру. Мысалы, басқа жұмысты көру, басқа графикті көру, басқа жерлерге барып көру, бұрын жасамаған нәрселерді жасау. Сіздер не істер едіңіздер? Не қалар едіңіздер? Қандай өмірлеріңізде өзгеріс болуы мүмкін, және өздеріңіз бұрын рұқсат бермеген немесе қандай да бір жағдайларға байланысты жасай алмай жүрген болсаңыздар. Сол қызық болып тұр. Және тағы ерте ұйықтау жөнінде кішкене ойымды қосқым келіп тұр. Мен мысалы осы айға дейін, осы жылдың айына дейін ерте жатуды бір қолға ала алмай жүргем. Неше түрлі ойлар, неше түрлі жұмыстар бітпейтін болып кетеді. Бірақ қазір кәдімгідей соны қолға алып жүрмін. Ерте онда жата қоямыз. Бірден ұйықтап қалам деп айта алмаймын, бірақ егер телефоныңды алып тастап, ойыңды ұйқыға ұрсаң, бәрі болады екен. Мысалы, мен қазір балаларым тез ғана ұйықтап қалып жүр, және көңіл күйлері жақсы. Ал сіздердің ұйқыларыңыз қалай болып жатыр, ерте жатасыздар ма?